Оңтүстік Кореяда қашып кеткен екі қазақстандықтың жағдайы белгілі болды. Екі түркістандық азамат өз істерін мойындап, қазір қамауда отыр. Олар тергеу кезінде Қазақстанда күнкөріс қиын екенін, отбасын асырау мақсатында Кореяға заңсыз өтпек болғандықтарын айтқан. Қос азаматтың ендігі жағдайы не болмақ? Олардың Түркістандағы туыстары не дейді? Толығырақ әріптесім Айдана Дүйсенбаева тарқатсын. Корея көмек парақшасының мәлімдеуінше, отандастарымыздың бірер күнде елге депортацияланады, яғни 2002 жылы туған Умитжан Нарзуллаев жақында Қазақстанға оралмақ. Алайда жігіттің жақындары әлі де алаңдап отыр. Дәлірек айтсақ, дәл осы парақшаның иесінің сөзіне сенуден қалған. Себебі бұған дейін Самат Ахмет өзін елшілік қызметкері деп таныстырып, Умитжанның отбасынан 3 миллион вон ақша сұраған екен. Ол бала қазір изоляторда. Сіздерге мамасынан кешірім сұрауымды өтініп тұр. Бірақ сіздерге 1 сағат немесе 2 сағат уақыттарыңыз бар. Мен мына Кореяда адвокат жалдауым керек Үмітке. Мен елшілікте істеймін ғой. Мен жалдауым керек адвокатты. Сіздерден 3 миллион вон адаспасам, 1 миллион 50 мың теңге болады. Сол ақшаны салып жіберіңіздер. 20 сағаттың ішінде інім өзі барып беріледі. Сөйтеттағы полный Саматқа біз ақшаны аударамыз. Ертесі күн хабарлассақ, 3 күн сабыр қылыңыздар, 3 күнде салып жіберем Қазақстанға дейді. Аха, жарайды деп біз телефонды өшіреміз. 2 күн уақыт өтеді арадан. Жоқ, хабар жоқ. Хабар біле алмаймыз. Саматқа звондаймыз, күнде звондаймыз, бірақ Самат телефонды көтермейді. Ал 3 күн бойы іздеуде болып, өз еркімен берілген Нұрсұлтан Ырысбаев оңтүстік Кореяның түрмесінде 3 ай жатады деген ақпарат бар. Оның өз еркімен берілгені де есепке алынады. Әйтпесе бұл елдің заңнамасы бойынша прокурорлар бұндай қылмыс үшін 15 жыл бас бостандығынан айыруды сұраған. Бірақ Нұрсұлтанның әкесі 2 айда баламмен қауышам деп үміттеніп отыр. Мен блогермен сөйлескен кезінде бағандай әңгімесі жүршір мақтанышы көп болған үшін мен сомнение ұстап қалдым да, мен ол кісіге қайтып сөйлескен емеспін. Прокуратурадан адам неғып, солармен шыққанмын, солар тауып беріп, солар адвокат жалдап, солар істеп жатыр. Прокуратурада адамдарын істеп жатыр. Құда қаласа, балам да мен де үміттеніп отырмын, қайтады деген үмітте отырмын. Болды, басқа ешқандай істеп жатқан нем жоқ. Айта кетейік, Қазақстан азаматтарының бұл әрекеті оңтүстік Кореяда жұрттың наразылығын тудырған. Кейінгі 2 күнде ондағы 23 қазақстандық азаматтығына байланысты жұмыстан шығарылған деген ақпараттар тарады. Бірақ Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров бұл ақпаратты жоққа шығарды. Сондай-ақ 2 қазақстандықтың тағдырына қатысты хабарды жергілікті полициядан күтіп отырғанын мәлімдеді. Айдана Дүйсенбаева, Қазбек Алтынбеков, Түркістан 24.